ойындарының ішінде асықпен ойналатын ойындар көп екен. Соның ішінде қанталапай ойыны. Қанталапай мына асықтардың ішіндегі балалар. Ішінде ерекше асық бар екен. Ол асықты қан асығы деп айтады екен. Балалар, асық ойыны балаларды шапшаңдыққа, ептілікке, төзімділікке тәрбиелейді екен. Асық ойындарының ішіндегі қанталапай ойынның ережесін, шартын сендерге түсіндіріп өтейін, иә балалар? Асықты бірінші қолына алып, мысалы талапай, басталды ойын, алақай деп ортаға шашып жіберген кезде балалар асықты өздеріне жинап алады екен, әр бала өздеріне. Соның ішіндегі ерекше бір қандай түсті асық бар екен балалар? Қызыл түсті асық бар екен, иә? Бұл қызыл түсті асықты қан асығы деп айтады екенбіз. Қан асығы. Егер осы қан асығы кімге түссе, қай баланың қолына түссе, сол бала ойынды бірінші бастайды екен. Я, сырым? Жарайсыңдар. Енді балалар, біз қазір ендеше ойынды бастаймыз. Асық ату ойыны, жарайды ма? Мына асықты балалар өздеріне жинап алғаннан кейін, әр бала өзінің қолына бір-бір асықтан алып қалады. Қалған асықты тізіп шығады. Жарайды ма? Жарайды. Ал ендеше балалар асық ойнайтын ойын алаңына барайық. Жарайды ма? Талапай, басталды ойын. Алақай. Қан асығы кімде екен? Қызыл асық қан асық. Ой, Әл-Фарабида екен, иә? Жарайсыңдар. Енді бір асықты алып қаламыз қолымызға. Қалған асықты мына жерге тізіп шығамыз. Алшы жағымен тізіп шығамыз. Әл-Фарабида, иә? Әл-Фарабида екен, иә? Тұрыңдар. Ойынды Әл-Фараби бастайды. Мен шартын түсіндіріп өтейін. Сол аяқты кішкене бүгіп. Шеке алып қолыма асық ойнап лай-лай, мұнша бала таңғалып тұрсақ ойнап лай-лай. Кешке дейін асықты ойнап едік лай-лай, қызығына ойынның тоймап едік лай-лай. Қолына ал асықтың, қандай жеті түсіктің, алшы тәйке шүтпен бүк, асығыңды жерге шөк. Бүк, шек, тәйке, алшы. Балалар, енді қолымыздағы асығымызды санайық. Жарайсың. Бұл жерде кімде асық көп екен балалар? Сырымда, иә? Сырым жеңісті сырымға береміз, иә? Жарайсыңдар. Қанданы шақыралайық. Сырым жарайсың. Енді қалған балдар келесіде дайындалып, сырым сияқты осылай жеңіске жетуге ұмтыламыз, иә? Барлықтарыңа рахмет балалар. Жақсы ойнап шықтыңдар. Өте тамаша.